Армысыз ағайын, бүгін пранаяманың сабақтарын жалғастырайық. Алдында біз айтып өттік пранаямаға дайындық демалуы туралы және пранаяманың 4 комплекстен тұратын негізгі комплекс толық демалу, ауыспалы демалу екіншісі, үшіншісі ырғақты демалу және төртіншісі тазарту демалуы. Сол біз алдыңғы сабақта толық демалуды өттік. Енді бүгін ауыспалы демалуды өтеміз. Онда да саусақтарды пайдалануға тура келеді. Алма кезек танауды басамыз. Тағы да бір қайталап өтейін. Мына бас бармақ оң жақ танау жауап береді, ана ортаңғы саусақ сол жақ танау жауап береді. Бұл ауыспалы демалудың ерекшелігі оң жақтан басталады демалу. Былайша айтқанда, біз алдында айттық, ауа тарту пурака, ауаны тартқаннан кейін ұстау кумхака, сосын шығару речека, шығарғаннан кейін ұстау шуняка. Сонда бізде бұл жерде 7 этаптан тұрады бұл жаттығу. Соны бұлай қазір бәрін өтіп шығайық. Міне бірінші бастамасы оң жақтан ода басталады. Ол үшін біз сол жақтан ода басып пурака жасаймыз. Былайша айтқанда демаламыз, тартып. Сосын кумхака ұстаймыз. Тартқаннан кейін сол бойда ұстаймыз. Оң жақтан омен қолда ұстырмай. Ұстаймыз, тартқан ауамыз ішімізде. Сосын оң жақтан ауды жауып, сол жақтан ауды ашып, шығарамыз. Речека. Шығарып болғаннан кейін қайттан пурака жасаймыз, тартамыз. Бұл уже төртінші. Қараңыздар. Оң жақтан бастадық тартуды. 1, ұстау 2, сол жақпен шығару 3, сол жақпен тарту 4, ұстау 5, оң жақпен шығару 6, шығарып болғаннан кейін ұстау 7. Енді атымен айтып отырып, қайталап өтейік. Бірінші пурака, тарттық, ұстадық кумхака. Тартқаннан кейін, ауаны жұтқаннан кейін ұстаймыз. Жұту пурака, ұстау, жұтқаннан кейін кумхака. Ұстап болғаннан кейін шығарамыз речека. Речекадан кейін бірден қайттан демаламыз. Пурака. Содан кейін қайттан кумхака демалғаннан кейін ұстаймыз. Былайша айтқанда сол жақтан ауда 3 операция болды. Шығардық, тарттық, ұстадық. Сосын речека, оң жақтан аумен шығарамыз. Сосын шуняка ұстаймыз. Шығарғаннан кейін ұстауды шуняка дейді. Санскрит сөздер бұлар. Тағы да бір қайталап өтейік. Міне демаламыз, вдох. Ұстаймыз, задержка. Шығарамыз, выдох. Демаламыз, вдох. Ұстаймыз, задержка. Шығарамыз, выдох. Ұстаймыз, задержка. Жетеу. Бана айттық, тарту пурака. Тартқаннан кейін ұстау кумхака. Сосын шығару речека. Шығарғаннан кейін тарту, ұстау шуняка. Бірақ бұл жерде міне тарттық, ұстадық, шығардық. Шығарғаннан кейін ұстамаймыз бірден. Бірден тартамыз қайттан. Шығардық та тартамыз. Былайша айтқанда речека, пурака. Сосын бар кумхака. Тартқаннан кейін ұстаймыз тағы да сол жақтан ауда. Сосын оң жақтан аумен шығарамыз, речека. Сосын бар шуняка жасаймыз. Былайша шығарғаннан кейін ұстаймыз. Задержка жасаймыз. Енді бұл не сөздер деп біреулер түсінбей қалуы мүмкін. Мен тағы да айтып өтейін. Бұл санскрит тілінен алынған. Санскрит тілі қайдан шыққан деген сұраққа бұл айтарым, бұл санскрит деген өлі тіл негізі. Ешкім бұл тілде сөйлемейді. Ешкім тіл емес, бұл ешқандай ұлттың тілі емес. Бұл ежелгі Тибетте, Индияда арнайы ғалымдар өздерінің арасында сөйлесу үшін, өздерінің арасында ғылыми еңбекте жазу үшін, көрінген кездейсоқ адам оған кіріспеу үшін арнайы ойланып шығарылған тіл. Арнайы ойлап шығарылған тіл. Санскрит.
сол тілде бүкіл бұрынғы ежелгі шығыстың кітаптарының бәрі, еңбектері, ғылыми еңбектер бәрі осы тілде жазылған, санскрит тілінде. Бұл тағы да айтамын, бір ұлттың тілі емес, бұл ғылыми тіл. Санскрит өлі тіл, былайша айтқанда ешкім онда сөйлемейді, ешқандай ұлт. Бұны тек арнайы сондай осы тілде үйренген ғалымдар және соған қатысты адамдар ғана керек кезінде соны еңбектер жазады, соны оқиды. Бөтен ешкім оған кездейсоқ адам оған кіре алмау үшін арнайы жасалынған нәрсе. Баяғыда бірнеше мыңдаған жыл бұрын жасалынған тіл, құрылған тіл. Сол тілдегі әңгімелер. Мен қазір айтып отқан терминдер қолданып отқан. Енді түсінікті болсын, тағы да бір қайталап өтейін. Ауыспалы демалу деп аталады. Бұл пранаяманың екінші, пранаямадағы негізгі комплекстің екінші жаттығуы. Ауыспалы демалу деп аталады. Санскритте оны ануляма велама дейді. Оны енді ешкім ештеңе айтпайды, сондықтан өзімізше қазақша айта берейік. Ауыспалы демалу. Оң жақтан бастаймыз. Сосын ұстаймыз. Сосын сол жақпен шығарамыз. Сол бойда қайттан тартамыз. Сосын барып ұстаймыз. Сосын оң жақпен шығарамыз. Сосын ұстаймыз. Енді қанша уақыт тарту керек, қанша уақыт ұстау керек дегенге, енді басында мысалы 4 секундтан болады, мысалға. Содан бастап 4 секунд тартып, 4 секунд ұстап, 4 секунд шығарып, 4 секунд тартып, 4 секунд ұстап, 4 секунд шығарып, 4 секунд ұстап, мысалға. Сосын 5 секунд, 6 секунд. Сосын ұстауды кішкене ұзартуға болады. Оны біртіндеп шамаға қарап істеу керек. Сол 6-7 секунд негізі жарақ болады деп ойлаймын. Әркім өзінің несіне қарап, жаймендеп өсіре беруіне болады, бірақ сондай қатты кетіп те керек емес, сондай бір өзіне бір жайлы нені ұстау керек қой, уақытты. Мына ұстағанда кішкене көбірек ұстау болады, шығарғанда да кішкене көбірек ету болады, ұзағырақ. Бірақ тағы осы жаттығуда бәрін бірдей істегенде жақсы, менің өзім жеке ойым бойынша. Соған қарап, осы жаттығу жасалынады. Бұл пранаяманың негізгі комплексінің екінші жаттығуы. Бірінші жаттығу толық демалу. Оны біз алдыңғы сабақта өттік. Өкпенің бүкіл көлемін қолдану. Астыңғы жағын ішті қампитып, қарынды көгетті түсіреміз. Орысша диафрагманы. Сонда өкпенің төменгі жағы ашылады. Сосын төсті ашып, өкпенің орта тұсын толтырамыз. Сосын барып, иықты кішкене көтеріп, сәл-сәл артқа тартып, жоғары жағын толтырамыз өкпені. Сосын шығарамыз. Сонда бұл толық демалу деп аталады. Ол пранаяманың негізгі комплексінің бірінші жаттығуы. Қазіргі қарағанымыз бүгінгі аралас демалудың. Ол екінші жаттығу. Ертең келесі сабақта үшінші жаттығуы, ол ырғақты демалу қарастырамыз. Содан кейін қалатыны тазарту демалуы. Ол тазарту демалуын үйренгесін, әрбір жаттығудан кейін демалу осы пранаяманың мелден жаттығулар жасағандан кейін бір рет жасалынатын нәрсе, ішінде өкпеде қалып қойған ауылдарды шығару үшін. Ол бір жағынан оңай, сондықтан оны артында істесек те болады. Әзірше осыларды үйрене беру керек. Осы қазір біз былайша айтқанда 3 жаттығуды өттік. Алдында негізгі комплекстің алдында жүйкені тазарту деген жаттығуды өттік. Алдыңғы лекциялар қарағандар болса, оны біледі, сонда үйрене беріңіздер. Содан кейін толық демалу, енді бүгін аралас демалуды өттік. Сонымен сөйтіп пранаяманың негізгі комплексін аманшылық болса бітіреміз жақын арада. Әзірше осы. Рахмет, тыңдағандарыңызға зейін қойып.